Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бұл 2-ші сынып қазақ тілі пәні 108-ші сабақ етістік тақырыбы. 15-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Зере биіктігі 80 сантиметрге дейін жететін шөп тектес өсімдік. Зере шалғынды жерлерде, өзен жағасында, тау беткейлерінде өседі. Мәдени өсімдік ретінде кей жерлерде қолдан егіледі. Зере пайдалы өсімдік. Оның жемісі дәрі жасау үшін керек. Мәтіннің авторы Әбіш Іскендіров. Енді мәтін мазмұны бойынша тапсырмаларды орындаймыз. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Бірінші сұрақ: Зеренің биіктігі қанша метрге дейін жетеді? Екінші сұрақ: Зере қай жерде өседі? Үшінші сұрақ: Зере қандай өсімдік? Бұл мәтіннің қай түріне жатады? Дәлелде. Бұл сипаттау мәтіні, себебі зере өсімдігін сипаттап жазған. 16-шы жаттығу. Жұмбақты көркем жазып, шешуін тап. Күн нұрымен піседі, уылжып қолға түседі. Жұмбақтың шешуі жеміс. Жұмбақтағы етістіктердің астын сыз. Олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын анықта. Жұмбақтағы етістіктер піседі, түседі. Нұрымен піседі, қолға түседі. Піседі сөзі нұрымен сөзімен байланысып тұр. Түседі сөзі қолға сөзімен байланысып тұр. 17-ші жаттығу. Оқы. Сыйлау, кездесу, ұялу, үркіту. Сөздіктен осы етістіктердің синонимдерін тап. Үлгі: сыйлау, құрметтеу. Сыйлау, құрметтеу, қадірлеу. Кездесу, жүздесу, көрісу. Ұялу, қысылу, қымсыну. Үркіту, қорқыту, зәресін алу. 18-ші жаттығу. Сұрақтардың орнына қажетті сөзді қойып, көшіріп жаз. Кім інісін киіндірді? Айжан інісін киіндірді. Кім өзі киінді? Дастан өзі киінді. Киіндірді етістігі қай кезде қолданылады, ал киінді етістігі ше? Біреу киіндіруге көмектескенде, немесе бір адам екінші адамды киіндіргенде, киіндірді етістігі қолданылады. Ал бір адам өзі киінгенде, киінді етістігі қолданылады. Шығармашылық үзіліс. 19-шы жаттығу. Сыныпта оқушылар ауаның қасиеті тақырыбында тәжірибе жүргізді. 3 майшамды жағып, үстел үстіне қойды. Оның біреуін жарты литрлік банкамен, екіншісін 2 литрлік банкамен жапты. Үшіншісін ашық қалдырды. Сен қалай ойлайсың? Алдымен қай майшам сөнеді? Оның себебі неде? Ең алдымен жарты литрлік банкамен жабылған майшам өшеді, өйткені ол жерде ауа өте аз. Ал екінші 2 литрлік банкамен жапқан майшам өшеді, өйткені ол жердегі ауа жарты литрлік банкамен салыстырғанда көбірек. Ал үшінші ашық қалдырған майшам өшпейді, өйткені ол жерде ауа көп. Ауаның қасиеті деген тақырып бойынша пайымдау мәтінін құрастырып жаз. Ауаның қасиеті.
Ауа жер бетіндегі тіршіліктің негізі. Өйткені ауасыз ешбір тіршілік иесі өмір сүре алмайды. Ауаны қолмен ұстай алмайсың және көрмейсің. Ол мөлдір әрі түссіз. Оның дәмі де, иісі де жоқ.